Ол өмір жолында адалдық дейтін ардақ қасиетті қастерледі. Ол уақыт дейтін ұлы мүмкіндіктің қадірін мақсатымен өмір шеңете білді. Елі мен етене ғұмырында ешкімнің алажыбын аттаған жоқ. Қарапайымдылығында қадірі, қанағатшылдығында қасиеті тұнып, кісіліктің жейдесін кірлетпей күн кешті. Ол алтын емес алғыс арқалаған қалпында өмірден озды. Артына жақсы із қалдыра білген әкеміз Жолдығали Сапарұлы бұ дүниеде жоқ болса да, өшпес өнегесімен жүрегімізде, жадымызда мәңгі сақтаулы. Ол ағайынға жанашыр, бауырларға қамқор еді. Бүгінгі күні ардақты әкемізді жоқтағалы 1 жылдың 100 бопты. Асқар тауымыз құлағалы, жанымызда мұң, көңілімізде қимастық, жүрегіміз сағынышқа толы. Абзал едің биіктіктен көрінген, сіз де кеттің бұ дүние өмірден. Ұрпағыңыз еске алады сарғая, біз неткен бақыт деді көзіңізбен. Жайсаң едің әр кезде жарқылдаған, туысқа да, досқа да аңқылдаған. Толушы едің 70-тің желкеніне, мерейлі жас бұйырмадау әке саған. Сізді іздеп есегіміз келмейді, жоқтығыңа жүрегіміз сенбейді. Қалдырған әр өсиет өнегеңіз мәңгілік жадымызда сөнбейді. Әкеге деген сағыныш жырлары осылайша жүрегімізді әрдайым тербейді. Ізгілігімен, парасаттылығымен айналасына, әулетке сыйлы болған жанның өмірдамасы да ғибратты. Сонымен тарқатып айтар болсақ, Кадекешев Жолдығали Сапарұлы 1953 жылы Атырау қаласында дүниесін ашқан. Руы жастабан тас, Байсары. Әкесі Сапар мен анасы Сапура 6 перзент сүйіп көп балалы, әрі үлгілі жанұя иелері атанған. Барлық балаларына жақсы тәрбие беріп, ұлағатқа жеткізді. Отбасында тұңғышы әкеміз болса, одан кейінгі жалғас есімді ұлы өкінішке қарай 2002 жылы дүниеден озды. Аллаға шүкір, бақтығыз, Самиғолла, Жұмағыз, Жеңіс, Бақтыгүл есімді бауырлары бұл күнде жапырағы жайылған бір әулеттің берекесіне айналған жандар. Әкеміз Жолдығали 1969 жылы 8 жылдық мектепті аяқтаған соң қаладағы ГПТУ училищесіне түсті. 1971 жылы аталған оқу орнын бітіргеннен кейін кеңес әскері қатарына шақырылып, отан алдындағы борышын абыроймен атқарды. Елге аман есен оралған соң Атырау сүт зауытында еңбек етті. Кейін Атырау вагон депосында өмірінің соңына дейін жұмыс істеп, бүкіл саналы ғұмырын темір жол саласына арнады. Алғашқы күннен ол еңбек қорлығы, өзгелерді құрметтей білуі сынды қасиеттермен көзге түсті. Қанаты қатайып, тәжірибелі мамандармен иық тіресе еңбек етті. Атырау вагон депосында слесарь болған алғашқы 5-6 жылда паровоз бен тепловоз вагондарды жөндеудің нағыз шебері болды. Шойын жолда шираған маманға басшылық күрделі жұмысты сеніп тапсырды. Ізденгі шәріскер маман қай істі де мінсіз атқарып, пойыздың үздіксіз қозғалысын қамтамасыз етіп отырды. Темір жолда 40 жылға жуық төккен маңдай тері еш кетпеді. Өз кезегінде алған марапаттар мен алғыс хаттары әкеміздің ерен еңбегіне лайықты беріліп отырған бағасы. Ұжымдастарына сыйлы, беделді маман өз жұмысын қашанда тиянақты, үлкен жауапкершілікпен атқаратын. 2016 жылы зейнетке шықты. Құрметті демалысқа шықса да, ардагерін еш ұмытпайтын. Мекеме басшылығы мереке сайын арнайы үйіне келіп құттықтап, ақшалай сыйлықтар табыс етіп тұрды. Адам өмірінің мәнді де сәнді өтуі, көтерген шаңырақтың берекелі де мерекелі болуы, үлгілі жанұя тануы, ер азаматтың Құдай қосқан қосағына да
байланысты. Әкеміз 1976 жылы анамыз Гүлсіммен шаңырақ көтерді. Адал махаббаттың айғағындай болып, дүниеге қырмызыдай бір тал гүлі, ай нұры және алтын асықтай Нұрлан, Нұрлыбек, Манарбек есімді 3 ұлы келді. Өсті, өнді. Өнегелі жанұя атанды. Әкеміз Құдай қосқан қосағымен өмірінің шырағы, балаларымның асыл анасы, шаңырағымның сәні деп отыратын. Анамызда қазақ әйеліне тән биязы мінезімен жарына адал дос, ағайынға сыйлы келін бола білді. Бала келіндердің ақыл шанасы, немерелердің сүйікті әжесі болды. Осындай шаттық пен бақытқа толы өмір жалғасуда еді. Әттең, тұла бойы тұңғыштары Нұрланнан ерте көз жазып қалған атанамыз көпке дейін қайғы қамытынан арыла алмаған еді. Бұл күнде Алланың берген сынағына көніп, артындағы өсіп келе жатқан ұрпағының амандығын тілеп, шүкіршілік етіп отыратын әкеміз де о дүниелік болды. Көзі тірісінде ұрпағын ұлттық рухта тәрбиелеп, түзу бағыт көрсете білген ол алтын асықтай ұл-қызын адал болуға, адамдық қасиеттерді бәрінен жоғары қоюға, аянбай еңбек етуге жетеледі. Бүгінгі таңда әке берген тәрбие, ана дарытқан мейірімді көрген өндірдей, ұрпақтары да тік шаншылған шыбақтай тал бойларына тазалықты сіңіріп өсті. Аллаға шүкір, аталарының ізін өкшелеп, өмірінің жалғасындай болған Нұрсұлтан, Айгерім, Сағыныш, Айсезім, Ернар, Нұрай, Аяла есімді 7 немересімен Айбек, Гүлайна, Дана есімді 3 жиені тәлімді қылық, сымбатты сипаттармен қуантып келеді. Ассалаумағалейкумдар, ағайын тума, Құдай жекжат, көрші көлем, коллектив деген сияқты. Ал бүгінде Құрамыздың 1 жылдық қадесі болып қалып отыр екен. Енді банағы Жолдығали Құрамызға келетін болсақ, Құрамызбен бірге бәленбай жыл жұмыстас болдық. Аққұның ақ жақын кісі жұмысына беделді. Жастар жағын білмегендерін үйретіп, жақсы жастарға тәрбие берген кісі. Енді осы деподан пенсия қалды, 63 жасынан көп жыл жұмыс жасап, Аққұның ақ жақын кісі. Және де Құрым мен теміржол саласында бәленбай жылдан бері бірге жұмыстас болдым. Өзінің жұмысына бұл кісі өте беделді болды. Көп осы енді жастарды үйретті ғой, білмегенін. Енді не айтамыз? Кеткен жанға иманда болсын, иман байлығын берсін. Өте Аққұн ақ жақын кісі. Коллективке сыйлы, сондай жақсы кісі болды. Иманды болсын дейміз енді. Біз отбасында ата-анадан 7 бала едік. 4 ұл, 3 қыз. Ата-анамыз өмірден өткеннен кейін үлкен ағамыздың, Жолдығали деген үлкен ағамыз, жеңгем сол үйге жиналатын едік. Көрісуге, мерекелерде сол үйде жиналамыз. Ағамыз ортамызда асқар таудай болып отыратын еді. Өмірден өткеннен кейін 1 жыл болды. Үйіне барсам, орны барда өзі жоқ. Ағам енді жатқан жер жайлы болсын. Артында жеңгем, бала шағалары көрмеген қызығын солар көруге жақсын деймін. Ағайынның арасында ақылы теңіз, парасаты биік, Қадекешев Жолдығали Сапарұлы айналасының берекесін келтіріп отыратын азамат еді. Ол құдаларымен құрдасындай, сырласындай бола білді.
Өзінің ұстамды да шыдамды мінезімен айналасына сенімділік орнатып, еңбекқорлығы мен адалдығының арқасында ел азаматы атанған әкеміз 69 жасында дүние салды. Бұл 2022 жылдың 16 қазаны болатын. Балалары Асқартаудай әкесінен, бауырлары қамқор ағадан айырылып, қайғының қара бұлтын жамылды. Әлі күнге дейін төрдегі орныңыз ойсырап, шаңырақ бос қалғандай күйдеміз. Сіздің жоқтыңыз жанымызды жабырқатып, көңілімізге кірбің ұялатады. Байсалды да байыпты толғаңыз, күлімдеген келбетіңіз, мейірімге толы жанарыңыз, қатпар болса да, біз үшін өмірдегі ең жамысақ алақаныңыз, айдын шалқар ақылыңыз, кең жайлаудай кешірімшіл мінезіңіз бәрі есімізге сан оралып, өзіңізге деген сағыныш оты жүрегіміздің түбінде маздап жанып, жанарымыз еріксіз жасқа толады. Әкеміз жан жағына дос, үйіргіш, көпшіл болды. Біреуге қол ұшын беруге даяр тұратын еді. Түздің адаммын деп жатып алмайтын, үйдің де түрлігіне көмектесіп жүретін. Қолынан келмейтіні жоқ еді. Үйдегі дүниенің бұзылып тұрғаны да, үзіліп тұрғаны да әкеміздің қолына тисе бітті, жан бітіп, кәдеге жарап қалушы еді. Темірден де түйін түйетіні бар. Ағаштан да жасаған бұйымдары баршылық. Әсіресе сандық жасап, ұлдарын өнерге баулады. Шаршауды бір білмейді. Іске шебер әкеміз шаңырағы қонақтан арылмайтын берекелі әулеттің тірегі, арқа сүйер бола білді. Оның ата-анаға деген сүйіспеншілігі, бауырларына деген қамқорлығы, ағайын туысқа деген сыйластығы естен кетер емес. Асқартауым, тірегім әкем менің, еркелікті еркінсіп көтергенің, бар жақсылық жасадың біздер үшін, парызымның қалаймын өтелгенін. Кезің жоқтың үміттен күдер үзген, өзің салған әрдайым жүремізбен, жақсылықты жанына серік еткен жан әкешім, аламыз үлгі сізден. Қажымадың, түскенде басқа қайғы, өміріңе қызыға дос қарайды. Сөздеріңді інілер әлі күнге аузынан бір сәтте тастамайды. Құдайындай сыйлаушы еді құдасын, жоқтығына қалай жүрек шыдасын. Оралса да жүз айналып қоңыр көз, мәңгі бақи жадымызда тұрасың. Өмір керуен көшінде дүниеге ұрпақ әкеліп, оларға үлгі өнеге болардай із қалдырған әкеміз Сапарұлы Жолдығалидың жарқын бейнесі әрдайым ұрпақ жадынан өшпейді. Топырағыңыз торқа, жаныңыз жанаттың төрінде шалқығай, асыл әке.